Сүлеймен пайғамбар алейхиссалам бір күні бүкіл нөкер қосынымен бірге жүріп келе жатады. Оның нөкері ешкімдікіндей емес еді. Үстінен құстар көлеңке болып қалқып тұратын, адамдар оған қызмет ететін, жануарлар, жәндіктер, тіпті жындар да оның әмірімен қозғалып бұйрығына бағынатын. Осы нөкермен өтіп бара жатқанда ол бір құлшылық қылушы адамға кезігеді. Ол қарапайым, кішіпейіл жан еді. Ол Сүлейменге алейхиссалам қарап: «Ей Дәуіттің ұлы, Алла саған қандай ұлы патшалық беріпті?» дейді. Сүлеймен алейхиссалам оның сөзін естіп, бүкіл нөкерін тоқтатады да әлгі адамға жақындап: «Мына менің бүкіл патшалығымды көріп тұрсың ба? Бар салтанатымен түгел» дейді де: «Валлахи, ла тасбихатун фи сахифати муъмин хайрун мимма ахатия ибну Дауд». Алламен ант етемін, бір мүміннің дәптеріндегі бір ғана тасбих, Алланы ұлықтау сөзі, Дәуіттің ұлына берілген мына патшалықтың бәрінен де хайырлы деді. Неге? Өйткені Дәуіттің ұлына берілгеннің бәрі бір күні жоқ болады, ал сенің айтқан бір тасбихың мәңгі қалады. Субханалла. Демек, бір сәтте-ақ сен жәннатта бір ағаш отырғыза аласың. Бұл дүниеде болған ең ұлы патшалықтан да артық ағаш. Біз бұған дейін бақтарды, топырақты сөз еттік. Енді сол бақтарға не егіледі? Сол бақтардың өнімін қалай жинайсың? Сол сұрақтарға жауап іздейік. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисінде: «Исра мен Миғраж түні Ибрахиммен алейхиссалам кездестім. Ол: уа Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам, үмбетіңе менен сәлем айт» деді. Яғни Ибрахим алейхиссалам бізге пайғамбарымыз арқылы сәлем жолдап тұр. Ол әрі қарай сөзін жалғап былай дейді: «Үмбетіңе айт, жәннаттың топырағы таза, суы тәтті, ол әппақ, бос жазық, ал сол жазықтың ағаштары субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ла иляха иллаллаху, Аллаху акбар сөздермен отырғызылады» деді. Яғни сен жәннатта ағашты тасбихпен отырғызасың, сонда біз бақшамызға қанша ағаш отырғызбай қалыппыз ғой деп ойланшы енді оқырман. Субханалла. Енді сол ағаштардың өзі қандай? Құран мен сүннетте жәннаттағы ағаштар мен өсімдіктер туралы әртүрлі сипаттамалар келген. Алдымен ең кішкентай өсімдіктерден бастайық. Алла тағала жәннатта хош иісті өсімдіктер бар екенін баяндайды. Әрине, бәрі жұпар иісті, барлығы да. Алла тағала айтады: «Фараухун ва райханун ва джаннату наим». Оларға тыныштық, райхан және нығмет бақтары бар дейді. Райхан тура мағынасында хош иісті өсімдіктер. Мұнда ол толық қанағаттың, рақаттың символы ретінде қолданылған. Елестетіңізші, жәннатта жатасың, көзің жұмулы, айналадағы өсімдіктердің жұпар иісі аңқып тұр. Ол өсімдіктердің бәрі міндетті түрде далада ғана емес, ол жақта жағдай мүлде басқа. Егер гүлдер мен өсімдіктер осындай болса, ағаштары қандай болады? Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам жәннаттағы ағаштар алтыннан болады деген. Ибн Аббас радиллаху анху риуаят еткен бір хабарда олар жасыл зубаржат, яғни изумруд түстес, бұтақтары қызыл алтыннан делінеді. Әрине, жәннатта алуан түрлілік бар, бір-біріне ұқсамайды. Бұл дүниеде ағаштың ең жай көрінетін жері діңі, дін. Осы емес пе? Ал жәннатта сол діннің өзі көз тартар керемет, алтын мен зубаржаттан. Бұтақтары да ерекше, ал ол бұтақтардың беретін жемісі одан да керемет. Тіпті жемісін айтпай-ақ қой, ағаштың өзі қандай әсем. Алла тағала жайқалған бұтақтар туралы айтады Құранда. Тек сыртқы көрінісінің өзі адамды тамсандырады. Сосын Рахман сүресінде Алла тағала онда сан алуан жемістер бар, құрма ағаштары, анарлар деп баяндайды. Ла иляха иллалла. Бұл ағаштардың ғажабы әсемдігі өнімін кемітпейді, ал өнімдігі әсемділігін бұзбайды. Бұл дүниеде кейде әдемі ағаш жеміс бермейді, немесе жемісті ағаш сырттай аса көркем болмайды. Алла тағала Уақиға сүресінде оларды былай суреттейді: тікені жоқ сидр, лотос ағаштары, шоғыр-шоғыр банан ағаштары, жайылған көлеңке, үздіксіз ағып жатқан су, мол жеміс, маусымы бітпейтін, қоры таусылмайтын жемістер дейді. Мұны ағашты білетін адам оқыса, бұл мүлде жер бетінің өлшеміне сыймайтынын бірден түсінеді.
бір күні бір бәдәуи, яғни шөл адамы келіп, «Я уа Расулалла, Алла жәннатта бір ағашты атады, ол ағаш бізді таңғалдырды. Меніңше бұл дүниеде адамға одан зиянды ағаш жоқ» дейді. Пайғамбарымыз: «Қай ағашты айтасың?» дейді. Сонда әлгі кісі: «Сидр, лотос ағашы. Ол бізді бұл дүниеде әбігерге салады, тікені көп» дейді. Сонда пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам: «Алла тағала сидрин махдуд, тікені жоқ сидр демеді ме?» деп айтады. Арабтар тікенсіз сидырды бұрын көрмеген, сол үшін пайғамбарымыздан сұрап тұр. Ал пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам ол кісіге түсіндіріп, Алла ол ағаштың барлық тікенін алып тастап, әр тікеннің орнына бір жеміс берген. Яғни біз бұл дүниеде тікен тұрған жерден ол жақтан жеміс шығады. Ал банан туралы айттық емес пе? Жәннатта банан ағаштары да бар. Имам Малик рахимахуллах бананды жақсы көретін, себебі ол жәннат жемістеріне ең ұқсас. Өйткені бұл дүниедегі көп жемістер маусымға тәуелді, ал банан жыл бойы табылады деп айтқан. Егер бананды онша ұната қоймасаң да, пайымдама, жәннатта ұнатып кетесіз. Өйткені жәннаттың бананы, себебі жәннаттың бананы бұл дүниенің бананына мүлдем ұқсамайды. Жалпы Құрандағы ағаштар тақырыбы олар жайқалған, әсем әрі қанағат сыйлайтын ағаштар. Ал енді сүннетте нақты аталған ерекше ағаштар бар. Бірінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан бір ағаш бар. Оның көлеңкесінің астынан өтуге 100 жыл керек. Көлеңкесінен Алла тағала жайылған көлеңке, зиллун мамдуд дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: жәннатта бір ағаш бар, жүйрік атпен жүйткіген салт атты оның көлеңкесімен 100 жыл жүрсе де әлі өтіп бітірмейді деген. Аллаху акбар. Кейбір ғалымдар бұл туба ағашы болу мүмкін деп те өздерінің еңбектерінде жазған. Кейбір сөздер жалпы мағынада да арнайы атау ретінде де қолданылады. Мысалы, каусар бір жағынан мол жақсылық деген мағына береді, әрі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам каусар бұлағында білдіреді. Сол сияқты тубада кейде сүйінші мағынасында айтылады, кейде жәннаттағы нақты ағашты меңзеуі мүмкін. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам ғурабаларға, бөгделерге сүйінші деген хадисі осы мағынаға да ишара ету мүмкін, яғни жәннаттағы туба ағашына сүйінші. Онда бір байланыс бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге бұл дүниеде бөгде сияқты болыңдар, жолаушыдай болыңдар деді. Жолаушы бір ағаштың түбінде аз тынығады да жолын жалғастырады. Ендеше осы дүниеде жолаушы болған адамға ақиретте мәңгі тынығатын ағаш беріледі. Тағы бір риуаятта пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: «Мені көріп, маған иман келтіргенге туба, ал мені көрмей-ақ иман келтіргенге де туба» деді де, мұны 7 рет қайталап айтты дейді. Аллаху акбар, Алла нәсіп етсін баршамызға. Бұл бөгденің жолы. Біз осы дүниеден өтіп кеткен пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам жолына барымызша жабысып, онымен қайта қауышуды күтеміз. Иншалла, жәннаттағы туба ағашының түбінде туба ағашының ерекшелігі неде енді? Соған келейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: туба жәннаттағы алып ағаш, оның көлеңкесімен 100 жыл жүресің. Жәннат тұрғындарының киімдері сол ағаштың гүлдерінен немесе қабық жағынан шығарылады дейді. Тағы бір бәдәуи, яғни шөл даланың қой бағушысы, мал бағушысы сұрады: киімдер тоқыла ма, әлде бірден жаратылып беріле ме деп. Адамдар күліп жіберді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: неге күлесіңдер деді. Сосын ол кісіге түсіндірді: олар жәннат ағаштарының бұтақтарынан өсіп шығады дейді. Аллаху акбар. Яғни киімдер шын мәнінде ағаштың бұтақтарынан шығатын болады. Субханалла, бөгделерге қандай ғажап сый. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан тағы бір ағаш шәһидтер ағашы, шаджарату шухада. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: мұъминдердің рухтары жәннаттағы бір ағашта қонақтаған құстардың ішінде болады. Алла оларды қиямет күні қайда денелеріне қайтарғанға дейін солай деді. Ал шәһидтерге келсек, олардың өзіне тән ерекше орны, ерекше ағаштары бар. Олар Алланың аршысының көлеңкесінен де, жәннат ағаштарының саясынан да өз үлесін алады. Сосын ең әйгілі ағаштардың бірі сидратул мунтаха, ең шеткі лотос ағашы немесе межелі ағаш.
жәннаттың ең жоғарғы шекарасын білдіретін ағаш. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Жибрилді толық бейнесінде көрген орын, уахи кезінен кейінгі ерекше көрінісі. Сол жерде Жибрил жоғарыға қарап, қатты таңырқап қарап қалғандай еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Сидратул Мунтаха туралы былай суреттеді: оның жемістері Хаджардың үлкен құмыраларындай, жапырақтары пілдің құлағындай, бір жапырағы осы үмметтің бәрін жауып тұра алатындай, оның түстері мүлдем тілмен жеткізгісіз сұлу еді. Субханалла, егер мұхит түбіне сүңгіп көрген адам ондағы түстердің сипаттауға келмейтіндей екенін білсе, онда ең жоғарғы көктегі түстер қандай екенін ойлап көріңіз. Ғалымдардың кейбірі мұсылмандардың Сидратул Мунтаха межелі ағашымен байланысы бар екенін атап өтеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қызы қайтыс болғанда оны сумен және сидр жапырағымен жуыңдар, соңғы жуындыруда кафур қосыңдар деді. Демек, біз ағаштардың мәнін тек ақыретте емес, өмірімізде де сезінеміз. Тағы бір керемет ұқсастық, Алла тағала мұъминнің иманын құрма ағашына ұқсатады. Бірақ жай ғана ағаш емес, ол былай дейді: аслуха сәбит ва фар'уха фиссама, тамыры берік, бұтағы көкте. Ол Раббысының рұқсатымен үнемі жеміс береді. Яғни иман ағашы маусымдық емес. Сол сияқты сенің жәннатта өсіретін ағаштарың да тұрақты, үздіксіз болады. Мұъмин бұл дүниеде өзгелерге ағаш секілді сая болады, пайда береді. Ал оның ақыреттегі сыйы, жәннаттағы саясы ұзақ ағаштар, көлеңкелері, төмен салбыраған, үнемі пісіп тұрған жемістер. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: мұсылман ауырып жатқан бауырын не әпкесін зиярат етсе, қайтқанға дейін жәннаттың жемісін теріп жүрген болады дейді. Аллаху акбар. Яғни бұл тек бір зиярат үшін бақ берілумен шектелмейді. Әр минут сайын сен ол адамға жұбаныш берген сайын, Алла тағала сен үшін сондай періштелерін жіберіп, жеміс жинатып үлесіңді арттыра береді. Өйткені Алла сен аз ғана істедім деп ойлағанның өзінде саған молынан беруші дейді. Сол бір ғана тасбих субханалла болсын, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан иманның ең төменгі тармағы жолдан бір кедергіні алып тастау болсын. Барлығына Алланың берері мол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: мен жәннатта бір адамның емін-еркін жүріп жүргенін көрдім. Себебі ол бұл дүниеде жолда жатқан ағаш бұтағын алып тастады. Мұның мүміндерге зияны тиіп кетпесін деді дейді. Сол үшін Алла оған жәннатта ағаштар берді. Енді ол сол ағаштардың саясында еркін серуендейді, рахатқа бөленеді. Міне, сенің ағаштарың, бақтарың, жемістерің бар. Енді сенің астыңнан ағатын өзендер қандай тәтті болмақ. Құрметті оқырман, осындай керемет жәннат сізді күтіп жатыр.